Сәлем достар, бүгін біз биылғы жылдың хит салатын бірге дайындайтын боламыз. Арнамнан алыстамаңыздар. Ең алдымен бізге қажетті заттардың барлығын біз алдын ала тазартып жуып алған болатынбыз. Ең бірінші қажетті бізге сәбіз. Біз осындай ұзынша қылып өткізетін үкіштің көмегімен біз сәбізді үкіштен өткізетін боламыз. Осылай көріп тұрғандарыңыздай үкіштен өткізіп аламыз да үстіне бір қасықтай тұз қосамыз. Одан кейінгі бізге қажеттісі қияр. Қияр менде ұзын әрі ірі болғандықтан мен бұл қиярды осылай 3 бөлікке бөлген болатынмын. Және осы бір бөлігінің өзін бірнеше бөлікке бөлдім. Видеода көріп тұрғандарыңыздай. Мен бұл салатты сіздерде жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Дастарханның көркін келтіретін, ең алдымен өте дәмді болып шығатын салаттардың бірі. Ең біріншіден бұның құрамы өте жеңіл. Өте қарапайым заттардан тұрады. Одан кейін керекті бізге перец қажет. Перецті мен осы салатым әдемі шығу үшін 3 түрінен таңдап алған болатынмын, және осыны видеодағыдай етіп тураңыздар. Одан кейін бізге қажетті көріп тұрғандарыңыздай помидор. Помидорды да осылай тураңыздар. Менде помидор кішкентай болғандықтан 4-5 бөлікке бөлген болатынмын. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар, каналыма тіркеліп, видеоны толық көріп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Каналыма тіркелсеңіз, келесі шыққан видеоның ең алғашқы көрермені сіз болатын боласыз. Міне осылай помидорды да үстіне салып жинақтайтын боламыз. Тұзды қосып, енді дәмдеуіштер қосамыз. Яғни корейский салатқа арналған приправа. Мен көз мөлшерімен қосқан болатынмын. Одан кейін бізде паприка және мастерхан деп аталатын соя соусы. Бұл өте қою, өте жақсы соустардың бірі. 2 ас қасық салған болатынмын. Одан кейін чеснокты теркінің ең кішкентай бөлігіне өткіздім. Осы кезде мен майымды отқа қыздырып алған болатынмын. Міне қызып тұрған майды осылай үстіне қосып, одан кейін көк шөптерімізді саламыз. Яғни көк жуа, петрушка және укроп қосқан болатынмын. Енді осы қосқан құрамның барлығын жақсылап қысып араластыратын боламыз. Салатымыз өте дәмді, өте керемет болып шықты. Көріп тұрғандарыңыздай, енді осыны біз жақсылап ыдысымызға салатын боламыз. Ораза айы кіріп жатыр, Рамазан айы кіріп жатыр. Ауызашарға жасасаңыздар да болады. Өте дәмді, әрі дастарханыңызға көрік беретін салат. Міне біздің салат дайын. Назарларыңызға рахмет.